Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ауызға салсаң ери түсетін бауырсақтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жарты литр сүтімізді жылытып аламыз. Сосын 8 ас қасық қантымызды және 3 шай қасық тұзымызды салып, массамызды біркелкі араластырып аламыз. Енді 40 мг сұйық майымызды, 4 ас қасық қаймағымызды және аштығымызды салып, массамызды бір қалыпта араластырамыз. Енді пищевой пакетпен бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Массамыз дайын болды. Енді үстінен қалауымызша ұнымызды салып, қамырымызды илейміз. Осылай қамырын көп болып илеп, морозилкаға салып қойсаңыздар, қонақ келген жағдайда кез келген уақытта алып, пісіріп, дайындап бере бересіздер. Қамырымызды илеп болдық. Енді пищевой пакетпен бетін жауып, 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді зуала бөліктерге бөліп, қамырымызды дайындаймыз. Мен кішкене ғана керегін алдым, қалғанын морозилкаға салып қойып, кез келген уақытта алып, пісіріп жібереміз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, дәмі өте керемет, әрі жұмсақ, ауызға салсаңыздар ери түседі. Енді қамырымызды қатты қалың қылмай, қатты жұқа қылмай, орташа қылып жаямыз. Қалауымызша бөліктерге бөліп, қызып тұрған тапаға салып, ортаңғы отта пісіріп аламыз. Міне тоғашымыз дайын болды, өте керемет. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ас болсын.